Сәлем қыздар, бүгін сіздермен глютенсіз кекс пісіріп көреміз. Егер рецепт қызық болса, аяғына дейін тамашалап, комментарий қалдырып, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер ол овсяная мука, овсяные хлопья, қант, 2 жұмыртқа, айран және кипяток. Сондай-ақ ванилин, разрыхлитель және шым-шым тұз. Ең алдымен біз қантымыздың үстіне ыстық кипятокты құйып араластырамыз. Бізге қант толықтай еруі қажет. Бұл процесті жеделдету үшін газға қойып, қант пен суды араластырып, ертіп алсаңыздар болады. Осы сиропты овсяные хлопьяның үстіне қойып қалдырамыз. Келесі кезекте біз айранымызды овсяная муканың үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Бізде қою каша тәріздес масса пайда болады. Шамамен 10 минут өткеннен кейін жаңа құйған суымыз бізде салқындады, бөлме температурасына жетті. Барлық ингредиенттерді енді бір бөлек ыдысқа салып араластырамыз. Айранымыз бен овсяная муканы қосамыз осының үстіне. 2 жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін барып шым-шым тұз қосамыз. Және ванилин мен разрыхлительді да осы жерге қосып, барлығын араластырып, кексіміздің тестасын дайындаймыз. Барлық ингредиенттер видеоның төменгі жағында беріледі. Өлшемдерді сақтай отырып жасасаңыздар, шамамен бұл рецепт бойынша 10-12 кекс шығады. Кекстің әрине формаларына байланысты саны. Менде 12 кекс пісіп шықты. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Міне осындай тесто дайын болды. Енді барлығын формаларға бөліп құйып шығамыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Шамамен 45-50 минутта кекстарыңыз дайын болады. Әрине пеш әркімде әртүрлі, сондықтан зубочисткамен міндетті түрде тексеріңіздер. Піскеннен кейін кекстарыңызды алып, суытып, бетіне сахарная пудра сеуіп қолдансаңыздар болады. Өте дәмді, жасап көріңіздер.